Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен тез оңай дайын болатын рогалики пісіретін боламыз. Ол үшін бізге дүкеннен алынған осындай қатпарлы қамыр және вареная сгущенка қажет. Қатпарлы қамырды оның көмегімен жақсылап жайып аламыз. Қатты қалың немесе қатты жұқа болуға болмайды. Жайып болғаннан кейін дөңгелек ыдыс қойып жан-жағын кесіп алып тастаймыз. Сол кезде біздің формамыз әдемі болып шығатын болады. Үшбұрышты болып. Мінекей осылай кесіп аламыз. Барлығын кесіп болғаннан кейін шай қасықпен вареная сгущенкамызды салып шығамыз. Сгущенкаларды салып болғаннан кейін қамырдың жан-жағын қолдың көмегімен бекітіп шығамыз. Ыстық пешке түскен кезде ашылып, ішіндегі сгущенкаларыңыз еріп, сыртқа шығып кетуі мүмкін. Сол себепті қамырдың жан-жағын жақсылап бекітіңіздер. Барлығын осылай орап болғаннан кейін пергаментке тізіп салып, арасын алшақтау етіп. Содан кейін бетіне жұмыртқаның сарысын міндетті түрде жағамыз. Пешке 180-200 градуста 10-15 минутқа пісіріп аламыз. Беті қызарғанша ғана қарап тұрсаңыздар болады. Қызарғаннан кейін ала берсеңіз болады. Және де өз қалауыңыз бойынша бетіне пісіп шыққаннан кейін сахарная пудра әлде басқа да нәрсе сеуіп, шоколад біреулер сеуіп жатады, сөйтіп жеуіңізге болады. Астарыңыз дәмді болсын, және де менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, қазақша каналдың ары қарай дамуына үлес қосып отырыңыздар.